Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ит мұрыннан шайды қалай жасалады, сол жөнінде бөлісетін боламын. Видео соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Алда бұдан да түрлі тағамдармен бөлісетін боламын. Ит мұрын өте пайдалы, құрамында витаминдерге бай. Ит мұрынның әсері күйзелістен шығуға әсері өте жақсы және ұйқыны тыныштандырады. Осы ит мұрынды теріп алып, жуып тазалап аламыз, кептіреміз. Кепкеннен кейін қызып тұрған пешке 170 градуста 20 минутқа қара қызыл күңгірт түске боялғанша қыздырамыз. Тұнбаны дененің инфекцияларға төзімділігін арттыратын және ағзаны сергітетін қасиеттерге ие. 20 минут өткеннен кейін пештен алып, 2 уыстай шай шығаратын ыдысымызға салып, үстіне қайнаған су құйып бұқтырып қоямыз 5-6 сағатқа. Дайындалған тұнбаны уақытымен ішу қажет. Дайындалған тұнбаны ұзақ сақтаудың қажеті жоқ. Гастрит және ойық жара кезінде қолдануға мүлдем болмайды. Жүкті әйелдерге дәрігерлердің рұқсаты қажет. Осымен шайымыз дайын. Қайнатпаны ішкеннен кейін аузыңызды сумен шайыңыз. Бұл шай асқазан тыныс алу жолдарын емдеуге зор әсер етеді. Құрметті көрермендер, осы ит мұрын шайын тұндырмасын емдік қасиет ретінде қолданасыздар ма? Төменге жаза кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.